Көптен күткен жаңалық барлығы жұлдыз бен құндыздың жағдайын алаңдап сұрап жатыр. Бүгін алғыс күнде мереке қарсаңында Руслан Өтепбаев ағамыз құндыз бен Назгүлге арнайы барып қайтты. Яғни құндыз бен Назгүлдің жағдайларын білуге ат салысып жүрген осы бір Руслан ағамыз қыздарды өз қолына алғысы келсе де ала алмайды. Өйткені мемлекет оған үйленбеген деген статус бар. Тағы да басқа жағдайлармен документтері берілмеген екен. Сондықтан да осылай өзі арасында мереке сайын және апта сайын солай барып қыздардың қал жағдайларын біліп, қыздарды қуантып қайтады. Әсіресе құндызды білесіздер, Руслан ағасын өте қатты жақсы көреді. Дәл қазір түрлеріне қарасаңыздар, өңдері кіріп, анадағы әбіржіп кеткен түрінен басқаша көріп тұрсыздар ғой. Түрлері кіріп қалған, өңдері кіріп, кәдімгідей ешқандай аурулар жоқ. Зүлпия бұларды қатты қинағаны белгілі болды. Зүлпияның қолында болған кезде Назгүлдің әбіржіп адам түрі аяйтындай болып кеткен. Тіпті қайта құсып, аузына келгенін айтып. Дәл қазір қарасаңыз, Назгүлдің бейнесі өте жарқын, ерекше. Сіздер де айта отырыңыздар, шынымен де Назгүл мен құндыздың өңдері кәдімгідей кіріп қалған ба? Қалай ойлайсыздар?